Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Гүлназ. Бүгін сіздермен өте әдемі, ерекше осындай шапканы тоқып үйренетін боламыз. Шапка осындай ушкасымен, осындай бантикпен, полустолбик с накидімен тоқылады. Өте оңай тоқылуы. Балаларыңызға сөзсіз ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде осы шапканы балаларыңызға тоқып беруге кеңес беремін. Сабағымызды бастамас бұрын менің әрбір видеома лайк басып, пікір қалдырып, қолдау білдіріп жүрген барша қыз-келіншектерге алғыс білдіремін. Достар, каналдың дамуы үшін видеоға лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Шапкамыз тоқу үшін біздерге жіп, крючок қайшы сантиметрлік лента және маркер қажет болады. Менде Alizé Gold, құрамы 51% акрил, 49% шерсть, 100 граммда 240 метр және 3-ші номерлі крючокпен тоқитын боламын. Ең алдымен дөңгелекше жасап аламыз. Дөңгелекшенің ортасына 6 столбик без накида тоқимыз. Бір воздушный петля. Енді 6 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді мына жіпті тартамыз. Бірінші петлямен біріктіреміз да қатарымызды аяқтаймыз. Бір воздушный петля. Енді полустолбик с накидімен тоқимыз. Яғни бірінші петляға 2 полустолбик с накидім тоқимыз. Кешіріңіздер. Бірінші полустолбик және осы петляға тағы екінші полустолбик тоқимыз. Келесі петляға да 2 полустолбик с накидім тоқимыз. Столбик без накиданың, полустолбик с накидінің барлығының қалай тоқылу керектігінің видео сабағы менің каналымда бар. Сілтемесін описание қалдыратын боламын. Ары қарай келесі петляға да 2 полустолбик с накидім тоқимын. Яғни әрбір петляға біздер 2 полустолбиктен тоқитын боламыз. Айналдыра тоқып шығайық. Қатар тоқып алдық. Енді келесі 3-ші қатар тоқимыз. Бір воздушный петля. Осы петляға полустолбик с накидім тоқимыз. Келесі петляға полустолбик с накидім тоқимыз. Яғни бұл қатарда біздер әрбір петляға бір полустолбик с накидімен тоқитын боламыз. Яғни біздер 12 полустолбик с накидім тоқимыз. Осылайша әрбір петляға бір столбиктен тоқып шығамыз. Қатар тоқып алдық. Енді келесі қатар тоқимыз. Бір воздушный петля. Осы петляға бір полустолбик тоқимыз. Келесі петляға 2 полустолбик тоқимыз. Келесі петляға бір полустолбик. Келесі петляға 2 полустолбик. Яғни әрбір екінші петляға біздер 2 полустолбиктен тоқып шығатын боламыз. Осылайша қатарды өзіміз тоқып шығайық. Қатар тоқып алдық. Енді бір воздушный петля. Осы петляға полустолбик с накидім. Келесі петля полустолбик с накидім. Яғни бұл қатарда әрбір петляға бір полустолбиктен тоқып шығамыз. Осылайша осы қатар тоқимыз және тағы бір қатар тоқимыз. Яғни 2 қатар тоқылады. Тоқып шығайық. 2 қатар тоқып алдық. Енді келесі қатар тоқимыз. Бір воздушный петля. Осы петляға бір полустолбик. Келесі петляға тағы да полустолбик. Біреу
Үшінші петляға 2 полустолбик тоқимыз. 1, 2. Келесі петляға 1 полустолбик. Онан кейін петляға 1 полустолбик. Үшінші петляға 2 полустолбик. Яғни бұл қатарда әрбір үшінші петляға біздер 2 полустолбик с накидом тоқимыз. Мінекей, осылайша тоқимыз. Тоқып шығайық. Мінекей қатар тоқып алдық. Енді бір воздушный петля, осы петляға полустолбик тоқимыз. Бұл қатарда біздер әрбір петляға бір полустолбиктен тоқитын боламыз. Осылайша осы бір қатар тоқимыз және тағда бір қатар тоқимыз. Сонда бізде 2 қатар болады. 2 қатар тоқимыз. Бір қатар және тағы бір қатар. Өзіміз тоқып шығайық 2 қатарда. 2 қатар тоқып алдық. Енді келесі қатар тоқимыз. Бір воздушный петля. Осы петляға бір полустолбик. Келесі петляға бір полустолбик. Келесі петляға бір полустолбик. Келесі төртінші петляға 2 полустолбик с накидом тоқимыз. Келесі петляға 1 полустолбик. Келесі петляға 1 полустолбик. Келесі петляға 1 полустолбик. Келесі төртінші петляға 2 полустолбик тоқимыз. Яғни бұл қатарда әрбір төртінші петляға 2 полустолбик с накидом тоқитын боламыз. Осы қатарды тоқып шығамыз айналдыра, онан кейін тағы 2 қатар әрбір петляға 1 полустолбиктен тоқитын боламыз. Өзіміз тоқып шығайық. Мінекей тоқып алдық. Енді келесі қатар тоқимыз. Бір воздушный петля. Осы петляға полустолбик с накидом. Келесі петляға полустолбик. Келесі петляға полустолбик с накидом. Келесі петляға полустолбик с накидом. Келесі 5-ші петляға 2 полустолбик с накидом тоқимыз. Полустолбик. Яғни бұл қатарда әрбір 5-ші петляға 2 полустолбик с накидом тоқитын боламыз. 3, 4 полустолбик. 5-ші петляға 2 полустолбик с накидом тоқимыз. Неге осылайша осы қатар тоқып шығамыз. Онан кейін тағы бір қатар әрбір петляға 1 полустолбиктан бір қатар тоқитын боламыз. Өзіміз тоқып шығайық. Неге мен тоқып алдым. Екінші құлағында тура осылай етіп тоқисыздар. Енді тоқып алғаннан кейін екі құлақты да осылай бірге қоямыз. Менде бас айналымы 48 см қызымның. Одан минус 1 см алып тастаймыз, яғни 47 см. Осылай қойып, құлағымызды осылай өлшейміз. 20 см. Менде 47 см, яғни бір беті бізде 23,5 см, екінші беті 23,5 см болу керек. Ал менде мына жерде 20 см болып тұр, яғни маған әлі 3,5 см қажет. Ол үшін воздушный петля тоқимыз. Яғни воздушный петля тоқимыз. 1, 2, 3. 3 воздушный петля тоқимыз. Осы воздушный петляға біздер полустолбик тоқитын боламыз. Енді екі құлақты біріктіруіміз қажет. Құлақты біріктіруіміз қажет, ол үшін екі петляға полустолбик тоқимыз. Енді әрбір петляға бір полустолбиктан тоқитын боламыз. Яғни бізде мына құлағымыздың ең соңғы петля саны 36, 36 полустолбик с накидом тоқимыз. Яғни мына жерге де тоқып аламыз. Әрбір петляға бір полустолбик с накидымнан.
осылайша тоқып шығамыз. Мінекей воздушный петляға дейін тоқып алдық. Енді воздушный петляны тоқуымыз қажет. Яғни менде 3 воздушный петля. 3 воздушный петля. Мінекей бірінші петля. Полустолбик тоқимыз оғанда. Екінші петля. Және үшінші петля. Енді келесі құлағымыз тоқитын боламыз. Яғни міне мына жерден бастап тоқимыз. Бұл жерде де екінші құлағымызда ең соңғы петля саны 36 болғандықтан 36 полустолбик с накидін тоқитын боламыз. Мінекей осылайша айналдыра тоқып шығайық. Мінекей тоқып алдық. Енді 3 воздушный петляны тоқимыз. Біріншісі, екіншісі, үшіншісі. Онан кейін мына петлямен біріктіреміз. Енді бір воздушный петля тоқимыз. Осы петляға полустолбик с накидом тоқимыз. Келесі петляға полустолбик с накидом тоқимыз. Яғни әрбір петляға біздер полустолбик с накидінен тоқып шығамыз. Осылайша. Яғни бізде бір құлақта 36, екінші құлақта да 36, онан кейін мына жерде 3 петля, мына жағында да 3 петля бар. Осылайша айналдыра тоқимыз. Мына жерде де тоқимыз, онан кейін айналдыра осылай тоқып шығамыз мына жерге дейін. Әрбір петляға бір полустолбиктен тоқимыз. Мінекей мен қатар тоқып алдым. Енді келесі қатарда және одан кейінгі бірнеше қатарда осылай тоқисыздар. Яғни әрбір петляға бір полустолбик с накидінен тоқисыздар. Солайша өзімізге қажетті биіктікте 2 см жеткізбей тоқисыздар. Экранда көрсетілген таблицаны қолдансаңыздар болады. Менде бас айналым 48 мана айтқандай. Яғни менде шапкамның биіктігі 17 см болу керек. Яғни мен 17-тен 2 см алып тастағанда 15 см болатындай етіп шапкамның биіктігін тоқимын. Сіздерде осы таблицаны қолдансаңыздар болады. Өзіміз осындай етіп бірнеше қатар тоқып шығайық. Әрбір петляға бір полустолбик с накидінен тоқисыздар. Мінекей мен тоқып алдым. Менде мына аралық 15 см. Енді резинка тоқитын боламыз. Резинка тоқимыз. Ол үшін 3, 4, 5 воздушный петля, тағы бір петля. Енді бір петляны тастап, екінші петляға столбик без накида тоқимыз. Біреу, столбик без накида, екеу, столбик без накида, үшеу, столбик без накида, төртеу, столбик без накида, бесіншісін осылай жібімізді іліп шығарамыз. Енді мына петляға крючогымызды кіргізіп, жібімізді іліп шығарамыз. Енді мына екі петлядан өткіземіз, яғни осылай біріктіреміз. Бізде осындай шығады.
Енді келесі петляға крючогымызды кіргізіп жібімізді іліп шығарамыз да мына петлядан өткіземіз, яғни біріктіреміз. Кері қаратып айналдырып аламыз, өзімізге қаратып. Енді мына 5 петляны тоқимыз, яғни артқы петлясынан. Бірінші петляның артқы жағынан бастап аламыз. Мінекей, біреу, екеу, үшеу, төртеу. Бесіншісін петляның екі жағынан да аламыз. Мінекей. Бір воздушный петля. Қайтадан өзімізге қаратып айналдырып аламыз. Мінекей. Осылайша етіп. Енді бірінші петлядан бастап 1, 2, 3, 4 петля, 5-ші петляны жібімізді іліп шығарып аламыз да келесі петляға крючогымызды кіргізіп жібімізді іліп шығарамыз да осы жерден біріктіреміз. Мінекей. Осылайша етіп. Енді келесі петляға тағы да біріктіреміз да қайтадан өзімізге қаратып айналдырып аламыз. Мінекей. Онан кейін петляның артқы жағынан мінекей. Артқы петлясынан мінекей. Алып тоқимыз. Яғни столбик без накидамен тоқимыз. 3, 4. Соңғы 5-ші петляға мінекей. 2 жағынан да аламыз петляны. Мінекей, осылайша етіп тоқимыз. Яғни бір воздушный петля. Қайтадан өзімізге қаратып айналдырып аламыз. Мінекей. Онан кейін артқы бетінен столбик без накидамен тоқимыз. 3, 4, 5-ші петляны тоқымаймыз, тек жібін іліп шығарамыз да келесі петляға крючогымызды кіргізіп осы жерден біріктіреміз. Осылайша етіп. Онан кейін келесі петляға тағы да біріктіріп аламыз да кері қаратып айналдырып аламыз. Мінекей, осылайша етіп айналдыра резинкамызды тоқып шығамыз. Столбик без накидамен тоқимыз. Мінекей, ең соңғы 5-ші петляны екі бетінен де аламыз. Шапканың соңындағы петляны. Мінекей, резинамыздың соңғы жағындағы петлядан екі бетінен де аламыз петляны. Онан кейін бір воздушный петля кері қаратып айналдырып алып, тура осылай етіп тоқитын боламыз. Осындай бізде резинка болады. Айналдыра қатарды резинкамен тоқып шығайық. Ең алдымен түйін түйіп аламыз. Екі воздушный петля тоқимыз. Енді крючогымызды бірінші воздушный петляға кіргіземіз да жібімізді іліп шығарамыз. Жіпті крючокқа ілеміз. Крючокта екі петля, біз бірінші петлядан өткіземіз.
жіпті крючокқа ілеміз. Крючокта бізде 2 петля, осы 2 петлядан өткіземіз. Енді неке бізде бірінші петля, оның төменінде екінші петля бар, осы петлядан крючогымызды өткіземіз. Жіпті іліп шығарамыз. Жіпті крючокқа ілеміз. Крючогымызда бізде 2 петля, бірінші петлясынан өткіземіз. Жіпті крючокқа ілеміз. Крючокта 2 петля, біз 2 петлясынан өткіземіз. Неке. Мына бір петля, оның төменінде тағы бір петля бар. Осы жерден өткіземіз крючогымызды. Жібімізді іліп шығарамыз. Жіпті крючокқа ілеміз. Бірінші петлядан өткіземіз. Жіпті крючокқа ілеміз. 2 петлядан өткіземіз. Мына бір петля, оның төменде петля. Осы петлядан өткіземіз. Крючогымызды, жібімізді іліп шығарамыз. Жіпті крючокқа ілеміз. Бірінші петлядан өткіземіз. Жіпті крючокқа ілеміз. Осы екеуінен өткіземіз, 2 петлядан. Неке бізде осылай тоқылады шнурочек. Неке на петлядан өткіземіз крючогымызды. Жібімізді іліп шығарамыз. Жіпті крючокқа ілеміз. Бірінші петлядан өткіземіз. Жіпті крючокқа ілеміз. 2 петлядан өткіземіз. Неке. Тағы бір рет көрсетейін. Мына бізде бірінші петля, оның төменде петлядан өткіземіз крючогымызды. Жібімізді іліп шығарамыз. Крючокта бізде 2 петля. Жіпті крючокқа ілеміз. Бірінші петлядан өткіземіз. Крючокта 2 петля. Жіпті крючокқа іліп, осы 2 петлядан өткіземіз. Неке осылайша біздер шнурочекті тоқитын боламыз. Менде шнурочектің ұзындығы 32 сантиметр. Енді сіздер өздеріңізге қажетті өлшемде тоқисыздар. Неке осылай 2 шнурочек тоқисыздар осындай етіп. Тура осылай етіп. Неке тоқып алдық. Енді мына 2 бетін біріктіретін боламыз. Ол үшін теріс бетінен біріктіретін боламыз. Неке. Крючогымызды біздер бастапқы қатардың басынан алатын боламыз. Неке. Бірінші петляға крючогымызды кіргіземіз осылай. Онан кейін мына петлядан осылай өткізіп аламыз. Енді осы петляға қайтадан крючогымызды кіргіземіз. Келесі петляға артқы бетінен өткіземіз крючогымызды. Столбик безіне кейде тоқимыз. Онан кейін келесі петля, яғни бізде бұл жерде 5 петля бар, келесі петля. Онан кейін қарама-қарсы беттегі петляның артқы бетінен аламыз. Столбик безіне кейді. Екінші, келесі үшінші, мінеке. Үшінші. Онан кейін төртінші. Бетінен де төртінші. Енді соңғы петля, яғни 5-ші петля. Неке. Соңғы петля, 5-ші петля. 5-ші петля. 5-ші петля тағы да іліп аламыз да. Осылай біріктіріп жүреміз. Неке. Бізде осындай пайда болды. Енді жібімізді қиып тастаймыз.
бастаймыз. Және түйеміз. Енді мына жіпті жасырып қоямыз. Біздің шапкамыз. Осылай. Енді біздер құлақтың осындай шнурочегін тоқып үйренетін боламыз. Тоқитын боламыз шнурочегін. Неке мен шнурочекті тоқып алдым. Менде шнурочектің сантиметрі 32 сантиметр. Осылай екеуін тоқып алатын боламыз. Неке, мұнан кейін мына құлағымызды байлаймыз. Яғни бірдей етіп аламыз осылай. Осылай тартамыз. Бірдейлігі қарап аламыз. Мұнан кейін осылай гүлдеп байлаймыз. Осылай. Осылай болады. Енді қалсаңыздар осылай қалдырсаңыздар болады. Бірақ мен құлағына тоқитын болам, яғни құлақ тоқитын болам. Ол үшін біздер соңғы петля санын санап алуымыз қажет. Яғни бізде әрбір қатар бір петля болып есептеледі. Айналдыра санап шығайық қатар сан. Некемен бөліп алдым. Менде шапканың артқы бөлігінде 14, екі құлағында 14, қалған петлясы алдыңғы бөлігінде. Енді тоқып бастайық. Некені құлағынан бастап тоқитын боламыз. Яғни жібімізді іліп аламыз осылай. Мұнан кейін столбик безіне кедемен тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 столбик безіне киді. Бұл бізде бірінші құлағымыз. Енді мына маркерден бастап полустолбик мына маркерге дейін. Яғни бізде шапкамыздың артқы бөлігін полустолбик снайкетімен тоқимыз. Яғни бұл жерде 14 столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13, соңғы 14. Келесі бізде екінші құлағымыз, оны біздер столбик без накидамен тоқимыз. 1, 2, маркерге дейін столбик без накидамен тоқып шығамыз. 2 тоқып алдым. Енді біздер құлақты тоқитын боламыз. Яғни мына жерде бізде 14 столбик без накида. Өзімізге қаратып айналдырып аламыз. Бірінші петляны тоқымаймыз. Келесі петлядан бастап тоқитын боламыз. Яғни маркерге дейін тоқимыз. 2, 3, 4. Яғни менде бірінші қатарда 14 столбик без накида, екінші қатарда 13 столбик без накида болады. Өйткені біздер бірінші петляны тоққан жоқпыз, қалдырып қойдық. Екінші петлядан бастап тоқыдық. Сол себепті бізде 13 столбик без накида болады. Яғни біздер әрбір қатарда осы бірінші петляны тоқымау арқылы бір петлядан қысқартып отырамыз қатар бойынша. Яғни әрбір қатарда бір петлядан қысқартып отырған кезде біздер құлақ бізде қысқарады. Яғни екінші қатарда 13 петля болса, үшінші қатарда 12 петля, онан кейін 11, онан кейін 1. Солай әрбір қатарда бір петлядан қысқарып отырады. Бұл әдісті біздер шапканың основасы, яғни зверушка шапкаларды тоқу үшін, зверушка шапкаларды тоқуға арналған шапканың основасында тоқып үйренген болатынбыз. Егер естеріңізде болса, көрген болсаңыздар, сол шапканы тоққан болсаңыздар. Неке, яғни мен маркерге дейін тоқуым, өйткені мен петлям осы маркерде аяқталады. Неке. Маркердің петлясы, но бізде тағы бір петля бар екен. Соңғы петля. Қазір санап шығатын боламыз, чтобы қате кетіп қалмас үшін. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 столбик без накида болды. Енді өзімізге қайтадан қаратып айналдырып аламыз. Өзімізге қайтып айналдырып аламыз. Біз бірінші петляны тоқымаймыз, қалдырып қоямыз. Екінші петлядан бастап тоқитын боламыз. Сонда бізде осы қатарда 12 столбик без накида болады. Солай бірнеше қатар тоқитын боламыз. Әрбір қатарда бірінші петляны тоқымаймыз. Осылайша біздің құлағымыз қысқарады. Осы қатарды бірге аяқтап тоқып шығайық. Осылайша тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып шығайық. Неге мен құлағын тоқып алдым. Мен 3 петля қалам дегенше тоқыдым. Енді біздер бауын тоқитын боламыз, яғни шнурочкін тоқитын боламыз. Ол үшін келесі петлямызға крючогымызды өткіземіз, жібімізді іліп шығарамыз. Келесі петляға крючогымызды өткізіп, жібімізді іліп шығарамыз. Енді жіпті крючокқа іліп аламыз. Бірінші петлядан өткіземіз, жібімізді крючокқа іліп алып, екінші петлядан өткіземіз, жібімізді крючокқа іліп алып, үшінші петлядан өткіземіз. Енді соңғы петляның осы жерден аламыз.
осылайша жіпті крючокқа ілеміз. Мына бірінші петлядан өткіземіз. Жіпті крючокқа ілеміз. Мына екі петлядан өткіземіз. Яғни мына қыламыз тағыдай тоқитын боламыз. Сол шнурочекті тоққандай етіп тоқимыз. Осылайша тоқимыз. Осылайша тоқитын боламыз. Бауымыз осындай болып тұрады. Яғни ұзындығы өздеріңіздің қалаларыңыз бойынша ұзындықта тоқисыздар. Осылайша тоқимыз. Енді осы құлақты келесі бетіне де тоқитын боламыз. Яғни мына жерде құлақ тоқып болғаннан кейін осындай шнурочекті мына жақта тоққандай етіп, биіктігін бірдей етіп тоқисыздар. Тоқып шығайық өзіміз. Мінекей мен екі құлағында тоқып алдым. Сонымен біздің шапкамыз дайын. Осындай әдемі шапканы біздер тоқып шықтық. Шапкаға флистан подкат тіксеңіздер де болады. Достар, сіздерге видео сабақ ұнады деген ойдамын. Егер де видео сабақ ұнаған болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментария қалдырыңыздар. Ең бастысы, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі сабағымызда біздер осы шапкаға комплектор ретінде осындай әдемі шарфты тоқып үйренетін боламыз. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда жаңадан шыққан видео сабақтарымды жіберіп алмайсыздар. Келесі осы шарф сабағында кездескенше сау болыңыздар.